Армысыздар, құрметті достар. Бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып, яғни жаңа айдар видеолар жаңа қырынан көрсететін боламын. Яғни менің айдарым жекпе-жек деп аталатын болады. Яғни қандай да бір бағдарламаны басқа бір бағдарламалармен, яғни салыстыру, артықшылықтары, кемшіліктері жайында толыққанда айту. Достар, көптеген азаматтар бағдарлама таңдауда екі ойлы болып жүреді. Қайсын таңдау керек, не істеу керек, ананың қай жағы тиімді, мынаның қай жағы тиімді деген сияқты. Сол себепті аптасына бір рез менің YouTube каналымда, дәл осы каналда жекпе-жек айдары шығып отырады. Яғни бағдарламаларды салыстыру, ай сайынғы төлемдері, переплаталар деген сияқты айтатын боламын. Сонымен қатар бүгінгі тақырып достар, нұрлы жер және шаңырақ бағдарламалары. Олардың артықшылығы, кемшілігі жайында айтатын боламыз. Дәл мына тақырып осы бағдарламаларды таңдай алмай жүрген азаматтарға арналады. Сонымен қатар бақытты отбасы бойынша резервтік тізімге түскендер сіздерге арналады. Достар, менің каналыма міндетті түрде жазылсаңыздар, ол маған үлкен менің еңбегімнің бағаланып жатқанын білдіреді. Және лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен тақырыпты бастаймыз. Нұрлы жер өте үлкен ауқымды бағдарлама, оны барлығы біледі. Давайте артықшылықтарын айтып өтейін. Артықшылықтары, достар, арзан пәтерлер. Ең қымбат қала, ол Алматы қаласы. Ол жердегі 1 шаршы метр үйдің құны 240 мың теңге тұрады. Мысалы, ол жерде 80 квадраттық метр үйді тапсаңыздар, ол 3 бөлмелі болуы мүмкін да. Оның бағасы 19 миллион 200 мың теңге ғана болады. Небәрі. Мынау максималды үйдің шаршы метрі. Басқа өңірлерде, мысалы, Астана қаласында 220 болады, жаңағы Шымкент қаласында 200 мың теңге дейін 1 шаршы метрі, басқа өңірлерде, мысалы, 160 мың теңгеге дейін 1 шаршы метр, достар. Көрдіңіздер да? Яғни ең арзан пәтерлер. Артықшылығы. Бірақ арзанның басқа бір жағы бар, оны кейін түсіндіріп беретін боламын. Таза әрленген, чистовая отделкамен аласыз. Переплата аз, достар. Өйткені 10% алғашқы жарна, ал процентный ставка банк қосатын 5%. Бұл жерде расход бойынша әр адам басына 10 МРП есептелінеді. Прожиточный минимум 10 МРП есептелінеді. Мысалы, басқа бір бағдарламаларды алсаңыз, әскери өнім, женский ипотека болсын, ол жерде 15 МРП есептелінеді. Бұл жерде шығын 10 МРП. Сонымен қатар үлкен бір артықшылық, достар, биылғы жылдан бастап, яғни 2021-ден бастап конкурс жоқ. Ешқандай конкурс болмайды. Бұл өзгеріске мен өте қатты қуанам. Неге десеңіз, шын мұқтаж жандар үй алу керек. Себебі мен Астана қаласында қазір үлкен бір проект дайындап жатырмын, анализ. Яғни мемлекеттік бағдарламамен алынып жатқан үйлер сатылымға қойылып жатыр да. Яғни олар мұқтаж емес қой. Алған сатып жатыр. Ал мына жерде конкурс болмайды. Балдық жүйе деген болмайды. Бұл жерде кім жыл кезегінде тұр? Мысалы, 2000 жылы тұрдың, 2001-де тұрдың, жыл кезегіне байланысты алатын боласың. Осындай арзан үйлерді. Міне, достар. Дәл осы тақырыпта, мысалы, конкурс болмайды, өзгерістер жайында менің YouTube каналымда видео бар, толыққанды, салыстырмалы түрде, мысал ретінде жазғам, көріп шықсаңыздар болады. Енді, достар, кемшіліктері орналасқан жері, мысалы, бұл нұрлы жер бойынша үйлерді әкімшілік тарапынан белгілі бір тендер ойнатылып, қандай да бір строительный компаниялар салады ғой, енді арзан үй болғандықтан. Олардың орналасқан жері кейде қаланың сырты болып жатады. Бір минусы, кемшілігі. Арзан пәтер болғанда кейде сапасы сын көтермей жатады. Мойындау керек, сапасы әлсіз деп айтайық. Онан кейін қоныс тойын тойлау ұзаққа созылады. Нұрлы жер бағдарламасынан өткен азаматтар оны біледі. Қоныс тойы ұзаққа кетеді. Жаңағы бірінші пулға қатысасың, одан ұтасың, онан кейін банкке төлем қабілетін 1 ай, онан кейін договор купли-продажа, ақша аударылып, өйтіп берілгенше бір жарты жыл өтіп кетеді, достар. Онан кейін ең бір минусы, көп адамдар айтып жатады, пәтер таңдай алмайсыз ғой. Яғни пәтер таңдағанда қалай? Таблица предпочтения деген болады, оны толтырасыз. Дәл осы нұрлы жер бойынша менің YouTube каналымда ота доя бар, сол жерде түсіндіргем. Қандай да бір. Бірақ сіз бұл жерде пәтер таңдай алмау қалай? Менің көзқарасым, менің түсінігіммен айтайын. Көп адамдар объектіге барып көре алмайды. Мынандай үйді көре алмайды. Мына жер мынандай екен, мына жер мынандай екен деген сияқты көре алмайды. Сол жағынан минуста, міне, артықшылығы, кемшілігі. Достар,
Енді шаңырақ бағдарламасына өтейік. Шаңырақ бағдарламасы бұл да нұрлы жер бағдарламасының бір бөлігі. Бұл жерде жаңағы конкурс болады, ал егер жаңағы ешқандай конкурс болмаса, мысалы алғашқы нарықтан аласыз үйді, ол жерде артықшылығын айтайық. Пәтер таңдау. Яғни өзіңіз қалаған районнан, өзіңіз қалаған бір белгілі бір ЖК-дан пәтер таңдай аласыз. Тек қана бірінші нарықтан пәтер таңдай аласыз. Переплата аз. Бұл жерде мысалы переплатасы жағынан, алғашқы жарна жағынан, банк қосатын 5% жағынан нұрлы жер мен шаңырақ екеуі бірдей. Бұл жерде де 10% алғашқы жарна, 5% банктың қосатын үстеме пайызы. Сонымен қатар бұл жерде де жаңағы ешқандай конкурс жоқ. Ең бір несі, ешқандай пулға, ешқандай конкурске қатыспайсыз. Алғашқы нарықтан өзіңіз таңдаған пәтерді тапсаңыз ала аласыз. Бұл жайында кейінірек тоқталатын боламын. Жылдам қоныс той. Яғни қандай да бір құрылыс компаниясы үйді салып бітті, сіз сол үйді шаңырақпен алдыңыз, дайын үй, әрлеу жұмысын жасадыңыз, болмаса әрлеу жұмысы болса, өзіңіз қоныс тойын тойлап кіре бересіз уже, ала бересіз. Жылдам. Бұл жерде де шығын әр адам басына 10 МРП алынып тастайды. Басқа бағдарламамен салыстырғанда. Переплата жағы аз. Басқа бағдарламамен салыстырғанда. Шаңырақта да, нұрлы жерде де переплата аз. Әскери өніммен салыстырсаңыз, орда ипотекасы, баспана кеппен, әйелдер ипотекасымен салыстырсаңыз, бұл жерлердің переплатасы аз, достар. Сонымен, достар, кемшілігі қандай? Алғашқы нарық. Ең бір кемшілігі осы. Азаматтар үй таба алмай жатады. Себебі шаңырақ бағдарламасының шарты бойынша үйді тек қана алғашқы нарықтан аласыз. Алғашқы нарық, екінші нарық жайында видео менің YouTube каналымда бар. Көрсеңіздер болады айырмашылықтары. Яғни сіз қандай да бір белгілі строительный компаниядан алатын жаңа үй. Ол үй біткен үй болу керек. Немесе жаңағы отбасы банкімен келісімшартқа отқан, сонымен қатар мемлекеттен жаңағы КЖК деп аталады, бұрынғы ФГЖС гарантиясы бар үйлер болу керек. Салынып отқан үйден алуға болады. Алғашқы нарықтан. Қымбат үйлер, максималды қарыз ол жерде 18 миллион. Ал сіз 18 миллионға алғашқы нарықтан енді ары кетсе бір 2 бөлмелі алатын шығарсыз. Ары бір кетсе күшті бір тапсаңыз 2-ақ бөлме аласыз. Үй табу өте қиын, достар. Шаңырақ бағдарламасы бойынша алғашқы нарық болғандықтан үй табу қиын. Одобрениені аласыз, сізге 6 ай береді, 6 айдың ішінде жүріп үй табасыз. 6 айдың ішінде қандай да бір компания үйді салып бітіре салмайды. Ол компания үйді салып атқан кезде, ол жаңа салынып атқан кезінде кейбір пысықай азаматтар бір ойын жасап қояды. Пәтерлер жоқ деген сияқты. Сондай да. Егер жаңағындай салынып атқан үйден алатын болсаңыз, мысалы жаңағы отбасымен келісімшартқа отырған, жаңағы ФГЖС, КЖК гарантиясы бар үйден алатын болсаңыз, қоныс тойы ұзақ болады. Ол пәтер салынып біткенше сіз ипотека төлейсіз, онан кейін салынып біткеннен кейін әрлеу жұмыстарын жасайсыз, онан кейін барып үйге кіресіз. Яғни бұл жерде осындай алатын болсаңыз салынып атқан үйден қоныс тойы ұзақ болады. Міне достар, шаңырақ, нұрлы жер артықшылықтары, кемшіліктерін айтып өттім. Таңдау өздеріңізде. Келесі тақырып, мана бақытты отбасында резервте тұрған азаматтар не істейміз дейді ғой, сол кісілерге арналатын болады. Достар, YouTube каналыма міндетті түрде жазылыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.